Айсараның некесі. Бүкіл ауыл Айсараның тойына жиналды. Қызды алатын күйеу жігіт 30 жас үлкендігінің мінін білдіргісі келмеді ме? Жоқ, жомарт па, тойдың барлық жүгін көтерді. Жалғыз иек артқан зейнетақыны талғажау етіп, арагіді қызылға сойған ешкі лағын бір-бірінен ұрлап жеуге дейін барған ауылдың кедей-кепшігі ақ түйенің қарын жарылған соң тойдың ас-суына әбден тойып қарық болды. Не де болса Айсара орнын тапты. Надай адамға барған қыз өз бақытын өзі-ақ ақшаға сатып алады десті ауылдағылар сөз қылып. Тойдың жыртысы, шашуы, жеңге ұстатары, кемпір өлтісі, ағасының аяғы сындысы сияқты барлық ырым-жырым жасаған күйеудің бара-бара кекселі байқалмай қалды. Ол да ауылға күйеулігін ұмытып, кейде қыза-қыза қолын сілтеп бұйрық